Қымбатты қазақстандықтар, мынау Асар баспананың төңірегінде қазір шу болып жатқанын барлығыңыз білесіздер. 96 мың халық осы Асар баспанаға инвестор болған. Бұл Асар баспана пирамида емес, бұл өндірістік сауда өнеркәсіп бұл. Өйткені бар жоғы 2 жылдың ішінде Асар баспана уже өнеркәсіп аша бастады. Бірінші мысалы тігін цехы бар, анау биодобавкілер жасайтын кішігірім зауыты бар, үлкен зауыт емес әрине, бар жоғы 2-ақ жыл ғой. Тем более жаңағы ешқандай мемлекеттің көмегінсіз ашылып жатқан нәрсе. Зауыты бар, өнер мектебін ашты, енді макарон цехы ашылайын деп жатыр, ары қарай ауыл программасы бар, Асар такси бар деген сияқты программалар бар. Одан бөтен баспаналы болатын, автомобильді болатын программалары бар. Мысалы алтын сандық, жаңа мен, автомобиль, баспана деген программалары бар. Жаңа ол программаларда шексіз ақша ала бересіз. Керемет, мен таңғалғам басталған кезде. Мысалы менің де мамандығым математик, информатик, бірақ осынша дүниені ойластырған анау не деген бас десеңізші. Нұрбол Туғанбаевтың басы енді қалай десем болады, гений ғой. Орысша айтқанда гений. Енді қазақшасы аузыма түспей тұр. Міне, көрдіңіз ба? Мына жерден біз жаңа өнеркәсіпке инвестор болғанбыз. Өнеркәсіп ашылады, сол өнеркәсіптегі сатылған тауарлардан біз жаңағы дивиденд алып отыратынбыз. Керемет, ай сайын дивиденд алып отырамыз. Сосын жаңағы 4 орыннан алтын сандық, жаңа мен, автомобиль, баспанадан кезегін келгенде ақша аласын да тұрасың ғой. Бұндай керемет программаны мен көрген емеспін. Енді қараңыз, кеше мысалы Магеррам мырза, мәжілістегі Магеррам мырза айтты, биыл 2025 жыл кооператив жыл екен әлем бойынша. Бірақ біздің Қазақстанда ол жоқ, кооператив жыл жоқ. Әлем бойынша бүкіл әлемде кооператив жылы деп тойланады екен. Биылғы жылдан бастап кооперативке қолдау көрсетеді екен. Мемлекеттің барлық мемлекеттер қолдау көрсетеді екен. Бірақ өкінішке қарай біздің мемлекетімізде осы кооперативті, ашқан кооперативті жауып қойды. Сондықтан мен айтар едім, мынау жаңа Қазақстан деп жатырмыз ғой. Сондықтан мына басы керемет жұмыс жасайтын Нұрбол мырзаны қамаудан шығарып, Қазақстанда осы кооперативті мемлекеттің қарауына алып, оның басшысы ретінде Нұрлан Туғанбаевты қойып қойса, онда бүкіл Қазақстан халқы қарыздан құтылар еді. Оның программасына енді сөзім жоқ. Шектеусіз ақша ала бересіз оның ішінде. Кезегіңіз келгенде аласыз да отырасыз. 150 мыңнан, 30 мыңнан, 15 мыңнан, 3 мыңнан кабинетіңізге түсетті тұрады ақша. Шексіз. Бұндай программа өмірде болған емес. Қымбатты қазақстандықтар, міне қазір Асар баспанаға қиын сәт туып тұр, жала жабылып жатыр. Сондықтан қазақстандықтар, егер де сіздер байығыңыз келсе, қарыздан құтылғыңыз келсе, келешекте құтылғыңыз келсе, Асар баспананы қолдаңыздар. Асарға кірмеген кісілер де қолдаңыздар. Неге? Өйткені қазір Асар баспана тек қана Қазақстанда емес, Қытайдан қанша азаматтар Асар баспанаға кірген. Мысалы 96 мың халық деп тұрмыз ғой. Енді ол 96 мың халыққа Қазақстаннан басқа мемлекеттерде кіріп отыр. Ресейден қанша адам кіріп отыр. Қарақалпақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Түркиядан адам жазылып жатыр. Россиядан адам жазылып жатыр. Білесіздер ме? Мен сол адамның бәрі ақымақ емес қой. Керемет компания. Сондықтан менің ұсынысым, қазақстандықтар, қолдаңыздар Асар баспананы. Асар баспана бүкіл әлемді қарыздан құтқаратын, кредиттен құтқаратын, бай болдыратын, және еліміздегі парламентке немесе елімізге салмақ салмайтын, ешқандай өзін-өзі көтеретін проект. Жаңа Қазақстан деп жатырмыз ғой, міне жаңа Қазақстан Асар баспанадан басталу керек.
мынау көп адамдар жазады, ой, неге саласыңдар анау мынау деп. Әрине, оларды түсінуге болады, өйткені ол кісілер асар баспанаға кірген жоқ. Оның қандай функциясы бар екенін білмегендіктен олар ана бұрынғы алдап кеткен талай компаниялар сияқты деп ойлайды. Негізінен бұл ешқандай оған сорпасы қосылмайтын проект қой. Сондықтан қымбатты халқым, қазақстандықтар, асар баспананы қолдаңыздар. Асар баспана қазақ халқына бақыт сыйлайтын проект.